Баршаңызға сәлем, кіріп келген әз наурыз құтты болсын, әр шаңыраққа бақыт, берекесін алып келсін. Бүгін мен сіздерге өте оңай 2-ақ ингредиенттен чак-чак пісіріп көрсетпекшімін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі таза ыдысымызға жұмыртқамыз бен аз мөлшердегі тұзымызды салып, жақсылап араластырып, оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қатты етіп қамыр илеп аламыз. Мен бұл иленген бір қамырдан чак-чак және де орама жасайтын боламын. Сондықтан көптеу иледім. Сіздер аз мөлшерде илетсеңіздер болады, құрамын аз қоссаңыздар да болады. Илеп болғаннан кейін қамырымызды міндетті түрде 40-45 минутқа демалдырып қоямыз, және де мен 2-ге бөліп, біреуін чак-чакқа, біреуін орамаға дайындап қойдым. Енді мен қазір сіздерге чак-чакты пісіріп көрсетемін. Енді бір қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен бірінші қатты басып жұқартып аламыз. Сонан соң барып, оқтаудың көмегімен жақсылап жұқартамыз. Мен ораманың рецептін тоже осы төмендегі описаниеге сілтемесін қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Қамырымыз демалған сайын ол жұмсарады. Ешқандай да қорықпаңыздар, өте қатты болғанмен ол тұрған сайын жұмсарады. Енді осы жайылған қамырымызды өте жұқа етіп жаямыз. Енді осы жұқарған қамырымызды пышағымыздың көмегімен әркім қалауынша әдемілеп кессеңіздер болады. Мен арасын 1-2 сантиметр етіп болса кесіп алдым. Және де үстінен ромбек сияқты осылай кесіп аламыз. Бүкілін кесіп алдық. Енді қызып тұрған майымызды, осы қамырларымызды пісіріп аламыз. Міндетті түрде майымызды алдын ала қыздырып қоямыз. Мен майымызды алдын ала қыздырып қойдым. Енді осы кесіліп алған қамырларымызды аз мөлшерде қызартып пісіріп ала береміз. Пісіретін кезімізде, майға салған кезінде аз мөлшерде салып пісіріңіздер. Себебі майға салған кезінде қамырларымыз ісіп, көбіктеніп, жан-жаққа шығып кетуі мүмкін. Сондықтан аз салып пісіріңіздер. Міне осылай араластырып, жақсылап, алтын түске келгенше жақсылап қызартып қуырып аламыз. Видеода көрсетілгенде дайын болды. Бүкілін осылай пісіріп алдым. Енді үстіне қалаған мед немесе сгущенка құйсаңыздар болады. Мен бұл жолы сгущенка құйдым. Әдем болып шықты. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Өте оңай. Дайын болды. Енді осылай дастарханымызға қоя берсеңіздер болады. Өте оңай, еш өкінбейсіздер, осы рецепт бойынша пісіріп көрсеңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менен керемет рецепттер күтіңіздер. Сау саламат болыңыздар. Және де наурыз құтты болсын.